Ізгі ұрпақ деген кім? Жалпы біз өзіміз ізгі ұрпақпыз ба? Өзімізге бір сұрақ қояйықшы. Ата-анамыз қасымызда ма? Ата-анамызды лайықты деңгейде сыйлап жатырмыз ба? Құрметтеп жатырмыз ба? Анашым, әкешім деп тамақты біз жасап, еркелетіп анамызды маңайынан сүйіп, қасында болып, батасын алып жаңағы айтқанын орындап, қарсы келмей, сол деңгейде ата-анамыз сыйлап жатырмыз ба? Ата-анамыз ешқашан біздің қасымызда өмір бойы жүрмейді, жігіттер, қыздар. Өмір бойы құрметтеуге лайық екі адам болса, соның бірі әкең, бірі анаң. Ал ата-анамызды менсінбейміз, мүлдем амандаспаймыз, қалын білмейміз. Ақыр заман боларда күн өзінің қаншайымын туады дейді. Сонда біз ата-анамыздың бір жаңағы үстінен қарап тұрған адам сияқтымыз. Ата-анамыз керісінше бізге мұқтаж сияқты, бізді тыңдайды. Үйленетін кездері ақылдаспаймыз мысалы. Мына қызды сүйем болды, үйленем дейсің мысалы. Ертең ажырасып кетіп жатасың мысалы. Таныстырмайсың дегендей. Көрдіңіз ба? Сондықтан жәннат ананың табанының астында. Ата-аналарын құрметтеңдер. Ата-ана құрметтеуге ең лайық сол ата-ана. Ертең өмірден өткен кезде өкінесіңдер. Неге мен тірлігінде құрметтемедім? Неге мен сол ауырған кезде қасында болмадым анамның? Неге мен сол кезде жаңағы зарплатымды алған кезде көрінген далаға шашқанша неге анама киім алып бермедім? Неге санаторияға жатқызбадым? Неге ауруым біле тұра емдетпедім деп өкінесіңдер, бармақтарға шайнайсыңдар. Сондықтан ата-анамызды құрметтейік, айналайындар. Әкемізді құрметтейік. Әке асқар тау. Ертең біз де әке боламыз, біз де ана боламыз. Егер де біз ата-анамызды бүгін құрметтемейтін болсақ, ертең балаларымыз бізді құрметтемейді. Қазақтан қалып, өзге туған күн бұзауға да туады дейді. Ертең біз де ата-ана боламыз. Көрдіңіз ба?